Бұрын жоқшылық кезінде бір үйде 10 адам, 20 адам тұра беретін еді, кішкентай ғана үйде. Және бәрі тату-тәтті өмір сүре береді. Қазір үлкен сарайда 2 адам, 3 адам ғана өмір сүреді. Қаншалықты жақсы өмір сүретінін тағы білмейміз. Бұлардың бәрі психологиялық бір дүмпуден туған дүниелер болу керек, Қазір бәрі махаббат айтамыз, бірақ сол ажырасу. Өзінің таңдауы қайсы, махаббаты қайсы. Адамның эгосы соншалықты өсіп кеткен, бәрін тікелей өзіне бағынышты, болмаса өзіне қызмет ететін, болмаса өзінің ғана армандары маңызды сияқты қарайды. Қазіргі әдебиетке көзқарасың қандай? Голливудский фильм көшіп жаза беретін болып кетті қазір. 30 жылдары, 40 жылдары кино, жаңа театр мен әдебиеттен ұрлай бастады ғой. Сосын қазір керісінше бола бастады. Жазушылар кинодан ұрлай бастады. Ақындар кинодан ұрлай бастады. Біз сондай бір сериалдың әңгімесін көркем әдебиет деп санап жүрген сияқтымыз. Арма ағайын Адырна ұлттық порталының Тараз бағдарламасында бүгін қонақта жас жазушы, драматург Әлішер Рахат, қош келдіңіз. Қош көрдік аға. Әлішер, қалай жағдай, денсаулық? Жақсы, ақырындап шүкір. Жазусыз қалай болып жатыр? Ақырындап сол жазылып отырық, сол бір үлкен бір дүниеге дайындық бар еді, содан ақырын шетін қазып жүріп жатырмыз. Көптен бері оңтүстікте, көптен бері көркем дүние жазуға отырған жоқ. Романнан кейін 1-2 жыл демалам деп ойлағам. Содан заказға пьеса жазып, аударма жасап, сценарий жазып жүргем. Содан бір жақында қой әңгімеге оралайын деп, әңгіме жазайын десем, қолым жүрмей қалыпты. Анау кішкене бір мақтау сөз естіген кезде адам не болып болады екен ғой? Марқайып, тоғышар болып, не жазсам да бірден күшті болып кететін сияқты болып. Өзің классик. Содан бір 5 рет бастадым ба, әлі дұрыс несін тамырын таппай отырмын. Сонымен алысып жүрмін енді. Ол енді соны жасамасам, одан кейінгі идеялардың бәрі анау бітпейінше орнына келмей тұр. Анау 1 жылдан бері ойда жүрген әңгіме еді. Ары шығып, бері шығып жүрік. Әдеби ортада атың қалыптасып, 2 роман жазған. Жас ретінде қалыптасып қалған адамсың. Жазып жатқан дүниенің тақырыптарын, болмаса айтар ойларын айтасың ба, жоқ? Енді сол өзім тақырыптарым, отбасы құндылықтарының қазір жұмыс істемеуі, адамның жаңағы безбүйрек болуы деген сияқты. Әкенің әкелік рөлінен, шешенің шешелік рөлінен, ағайын туыстың рөлі қалмағаны, сондай бір капиталистік қоғамда басшылық кезінде соншалықты өзгеріске ұшырағаны, сол туралы деп ойлаймын. Мысалға, бұрын жоқшылық кезінде, кеңес үкіметі кезінде бір үйде 10 адам, 20 адам тұра беретін еді, кішкентай ғана үйде. Және бәрі тату-тәтті, өздерінің бағынатын үлкен ағалары бар, әкелері бар, аталары бар, болмаса солай өмір сүре береді. Қазір үлкен сарайда 2 адам, 3 адам ғана өмір сүреді. Және олар қаншалықты жақсы өмір сүретінін тағы білмейміз. Оның үстіне 90 жылдарға дейінгі, 90 жылдардағы базарда, дүкенде ештеңе жоқ еді, таңдау жоқ еді. Бірақ сол әйтеуір қолға түскен нәрсені алған адамға қуаныш сыйлайды ғой. Иә. Ал қазір таңдау көп, бірақ ештеңеден сезінбейміз. Сондай нәрселер, сосын жаңағы бұрынғы кездегі адамдардың алып қашқан адамға тиіп, сонымен тұрып бақытты күн кешкен, адамға қызмет етіп, ата-енесіне, махаббатсыз үйлену. Махаббатсыз ақ сол әке-шешесіне, ата-енесіне, ағайын туысына, қайындарына, қайын-сіңлілеріне, қайын-әпкелеріне қызмет етіп, солай жүре беретін еді. Күйеу олар да қайын жұртына қызмет етіп, қазір бәрі махаббат айтамыз, бірақ сол ажырасу 53% па сондай екен. Бұлардың бәрі психологиялық бір дүмпуден туған дүниелер болу керек, Мен де солай ойлаймын. Анау әсіресе сол ашаршылыққа қатты байланысты сияқты. Анау ашаршылық деген адамның бәрін қысып ұстап, санасының бәрін қысып тастайды да, анау еркіндікке жіберген кезде адам не істерін білмей қалады сияқты. Өзінің таңдауы қайсы, махаббаты қайсы, не істеу керек өмірде, нені сатып алу керек өмірде саған. Мысалы, магазинге барған кезде біз өзіңе керек емес заттарды көбірек аламыз ғой. Түк қажеттігі жоқ. Бірақ саған жай ғана ұнайды, саған керек сияқты көрінеді, ала бересің. Сол сияқты адамдар да үлкен бір таңдаудың арасында, мысалға, махаббат кез келген қызбен сөйлесіп, кез келген жігітпен сөйлесіп, үйден тұрмысқа шығып кетуге болады қазір. Бірақ сол таңдаулардың арасынан өзіңдікін дәл табу соншалықты қиын сияқты.
және соған тұрмысқа шыққан кезде де сол жаңағы өзіңнің мен деген әңгіме қазір көп айтылады ғой. Сен осындай болу керексің, сен бәрі сыйлау керек, сен кереметсің, сен осындайсың. Адамның эгосы соншалықты өсіп кеткен. Мынау бәрін тікелей өзіне бағынышты, болмаса өзіне қызмет ететін, болмаса өзінің ғана армандары маңызды сияқты қарайды. Соның бәрі отбасылық жағдайда қандай көрініс табатын туралы шамамен сол тақырыптарды жазып жатырмын. Қазақ қоғам. Қазақ қоғамы. Сенің бағанағы параллель деген романыңды оқып шыққан адам өзіңе уақытында талдап айттық. Одан кейін үздіксіз әуез деген әңгімеңе қатысты. Осы жерлерде қазақ тілінің қалыптасқан құндылықтарын әдейілеп бұзатын, болмаса сондай дүниелерді көп байқаймыз. Бұл әдебиетке жеке бір стильмен келу үшін жасалып жатқан дүние ме, жоқ? Соншалық дәрежеде тілге олақтық танытасыңдар ма? Ол енді маған өзіме жауап беру қиын. Олақтық болды мүмкін енді. Олақ емеспін деп айтсам тағы ыңғайсыз. Бірақ енді мынандай болды. Менің тілім кәдімгі менің алдымдағы сіздердің қатарларыңыз сияқты, болмаса одан үлкен Дәурен Қуаттар, Сәкен Сағынбай ағаларым сияқты сондай менде тіл бар еді бұрын. 2012, 13, 14, 15 жылға шейін. Содан бірақ бір қызығы, мен осы ең алғашқы махаббаттың константы роман жазған кезде менде тілде өзгеріс пайда болып кетті. Не үшін? Өйткені мен сол тілмен жазған сайын қазіргі әлемде дұрыс бере алмайтын сияқтымын. Ол енді менің өзімнің тілді дұрыс бәлкім меңгермеген, шеберлігім жетіспегендігінен шығар, енді оны анық айта алмаймын ғой. Өміріңе жақындатқың келді ғой қазіргі өмірге, өзімнің қатарластарым оқыған кезде, анау оқиға 70-80 жылдардағы емес, дәл қазір міне оларға түсінікті, анық, жаңағы суреті қанық бояуларымен көрінген қалады. Сол үшін де сосындай бір өзгеше сияқты стиль пайда болған сияқты. Бірақ дей тұрған менде бұның мен Жүсіпбек Аймауыттың Ақбілегін оқыған кезде содан бір ұқсастар байқаймын өзімнен. Өйткені ол кісінің де жаңағы әңгімешілдігі, жаңағы көсемшемен аяқтай беруі. Автордың дауысы естіліп тұрады. АПП-пен неге аяқтайды? Өйткені ары қарай айтпаса да түсінікті да. Ары қарай оны тәптіштеп айтып жатудың қажеті жоқ. Намек астарлап тастап кетеді. Ары қарай оқырман өзі түсіне алады. Сол үшін де енді қазіргі оқырмандарға түсінікті болу үшін, солай жақындату үшін, оның үстіне біз драматургияда оқыдым ғой мен, өнер академиясында. Вербатим деген нәрсе бар да драматургияда. Кейіпкер қалай сөйлейді, соны қағазға түсіру. Дәл қалай сөйлейді, сөзбе сөз түсіру. Сондай бір әдіс тәсілдері бар. Соны меңгерген кезде, сол кейде бәлкім прозаға да әсер еткен шығар деп ойлаймын да. Өйткені өзім бір-екі пьеса жазған бұрын. Барынша көңіл бөліп кейіпкерлердің өмірдегідей сөйлеу. Базардағыдай, автобустағыдай, магазиндегідей деген сияқты. Сол бәлкім жаңағы баяндаушы автордың тіліне бір өзінің ықпалын жасау мүмкін деп ойлаймын. Қазіргі әдебиетте мысалға бұл мәселе енді біраз талқыланады. Бана тіл мәселесі болу керек, болмау керек. Енді отырып алып табиғатты суреттеп тіл безеп отыру да әдебиетке оң әсеріне кеп, болмаса бір жақсы дүние, жақсы туын туғызып кетеді дегенге мен де сенбеймін, бірақ тіл қызмет етеді ғой. Қазіргі әдебиетке көзқарасың қандай? Не жазылмай жатыр бізде? Қандай жазушылар жоқ? Бізде жазушылар жазақ қой бізде, санарлық десек болады. Жоқ қой десе? Біздің қатарларда оншақты, сіздердің қатарларыңызда бір оншақты ғана сондай қылып жүресіз. Біз жалпы жазушылар, действующий жазушылар 100-ге жете ме, жетпей ме, жазып жүрген жазушыларшы. Қазір жаңа сіздердің қатарларыңызда 50-ден төмен қарай деп айтайықшы. 50-ден 60-дан төмен қарай жазып жүрген жазушылар 100-ге жете ме, жетпей ме, білмеймін тіпті. Енді жазылмай жатқан дүние көбінесе заманауи романдар шығар деп ойлаймын. Жаңа жанрлық, детектив жанрында, хоррор жанрында, махаббат тақырыбындағы, сосын фэнтези, сондай барлық жанрлар былайша айтқан кезде бос тұр. Оның орнын қазір анау баспалардың бәрі аудармамен толтыруға тырысып жатыр, енді қазақшаға аударып. Бірақ біз жер өзіміздікі, ел өзіміздікі, қазақ өзіміздікі, біз өзіміздің аудиторияны өзіміз қанағаттандырып, соларды жаңа қамтамасыз етіп отыруымыз керек еді негізінен. Кез келген мысалға Харуки Мураками болсын, Пауло Коэльо болсын, біз олардан өзіміздің жерімізде бірінші тұру керекпіз.
Біздің тиражымыз олардан көп болу керек, Қазақстандағы тиражы. Содан кейін барып олар тұру керек деп ойлаймын. Әрине олар әлемде мойындалған керемет жазушылар, мықты жазушылар, әлем мойындаған жазушылар. Бірақ дей тұрғанмен де біз бірінші рет тұру керекпіз деп ойлаймын. Біз соған жұмыс істеуіміз керек. Бізде жергілікті авторлардың оқылмауының себеп салдарлары не дейді? Жергілікті авторлардың көп оқылмауы, ол бірден жаңағы 90 жылдардан басталады, 80-90 жылдар перестройкадан кейін 90 жылдарда кризис басталады. Халық жаңағы баяғыдағы қойшылардың бәрі жалын журналын оқып жүрді ғой, жұлдыз журналын, әдеби романдар оқып жүрді. Сосын бірден капитализмге ауысқан кезде адамдардың бәрі жұмыссыз қалды, базарға шығып кетті, челнок болып кетті десек. Содан руханияттың өзі әлсіреп қалды ғой. Бірден алдымен экономика, кейіннен руханият деген саясат болды. Содан біз бар оқырмандар ол кезде менің ойымша шамамен бір кем дегенде 500 мың, 300 мыңның ар шетіндегі оқырмандар бар еді, қазақ әдебиетін оқитынша. Біз солардан бірден айырылып қалдық 90 жылдары. Содан ол кезде 90 жылдар болғаннан кейін жаңағы мемлекеттік тапсырысқа, болмаса жаңағы халықтың тарихи жадын ояту үшін арнайы тарихи романдар, батырлар туралы романдар жазылды. Соларға мемлекеттік сыйлық берілді. Оның бәрі дұрыс. Халықтың жаңағы руханиятын, тарихын ояту мақсатында, тарихи жадын ояту мақсатында. Бірақ дей тұрғанмен де біз халықтың өзі барып кітап сатып алып оқитын потенциальный оқырмандарынан айырылып қалдық. Бізге 90 жылдарда сол кітап саудасын тоқтатпау керек еді. Соған қатты көңіл бөлу керек еді. Енді оның әкесі кітап оқымаған, оның шешесі кітап оқымаған, оның ағасы кітап оқымаған ұрпақ пайда болады. Енді ол да кітап оқымай қойса болады ғой енді. Енді ешкім оқымайды, енді пример подражания жоқ қой, үлгі болатын. Сосын оның үстінде жаңағы телевизиядан өңкей шоу қаптады, бос уақыттың бәрін ұрлайтын. КВН, артынша бізде интернет пайда болды, YouTube пайда болды, TikTok, Instagram, сіздің бос уақытыңыздың бәрін солар алып қояды. Кино көп, сериал көп. Мен мысалы қазір Талдықорғаннан келатырмын ғой. Жаңағы кісілер айтатында мектеп жасындағы кездерінде жаңағы 60-шы жылдардағы кісілер ғой. Сол мектеп жасымызда жаңағы 70-80 жылдары мектеп жасымызда 8-ші класс, 9-ші класстың физика, тарих деген кітаптарын оқып алып алады дегенде сыртын ішіне әдеби кітап салып алады. Түнімен соны оқиды. Өйткені ол үшін ол қазіргі кездегі біздің сотка сияқты ғой енді. Анау қызық, ішінде сериал көріп отқан сияқты оқып отыра береді. Ал қазір кім істейді мысалға? Ол деген кез келген уақытта әлемнің топ 100 киносы қолында тұр. Топ 100 сериалы қолында тұр. Топ кітаптың экранизациясы қолында тұр, керек десеңіз. Аудио нұсқалар болды. Иә, аудио нұсқалар да бар, музыка бар. Музыка деген сұмдық дамып кеткен. Клиптер бар. Оның ішінен современный әдебиетке орын табу шынымен де қиындау. Бірақ мүмкін деп ойлаймын. Бірақ сөйте тұрып осы саланы таңдауда қандай мән бар жастарға? Бізді жарайды 90 жылдың шалғырды. Бальзактың, Цвейгтің Бальзак деген романы бар ғой. Сода қарап оқып отырмын ғой. Сөйтсем жаңағы адвокатты оқып, юрист оқыған жігіт қой Бальзак, нормально себеден шыққан. Сен барып жазушы боламын дейді ғой. Әкесі мен шешесі андай деп айтады, мына аурушаң кейін суас деп ойлайды да. Қалай адам осындай нормальный мұғалім еді, мамандықты бітіре тұра, сондай бір болашағы болыңғыр мамандық таңдауға болады деп. Мен жазушы болдым деген кезде менде де реакция сондай болды. Біз қай жерден қателестік деп ойлайды әкешіміз. Біз не болып қалды біздің семьяға деп ше. Нормальный архитектор болмайсың ба, болмаса жаңағы құрылыс саласына нан табуға оңтайлы, IT саласына бір жаққа бармайсың ба деген сияқты айтты. Содан енді ол ауру шығар енді. Бет бұрмай кеттік қой. Қазіргі жастарға енді білмеймін, оған енді дей тұрғанмен адамның тағдыры әсер етеді ғой, адам өзінің жүріп өткен жолы. Иә, жүріп өткен жолы, сосын әсіресе комплекс көп болса жақсы ғой. Соның бәрін жеңу үшін үлкен атақ керек болады да. Ішкі комплекстер жазушылыққа алып келеді, иә. Содан бүйтіп қараған кезде жазушы деген бір енді ең абыройлы дейміз ба, благородный мамандық қой енді, ақсүйектер мамандығы ғой. Саған көше береді, ауыл береді, мектеп береді деген сияқты атың мәңгілікке қалуға бір табан жақынырақ қой. Кез келген мамандық есімен қалады. Тіптен режиссермен салыстырғанда, актермен де салыстырғанда, әншімен де кез келген салыстырған кезде ақын жазушының жолы оның орны бір бөлек ол. Бәлкім сондай бір мотивтер адамдарды соған жетелеуі де мүмкін.
бірақ енді ол бір шетінен ол екінші ғана мәселесі, ең біріншіден адамның бір жаңа әңгімешілдік қасиеті ғой, бір ішіндегі сырын жеткізу, екінші адамды түсінуі, соны халыққа жеткізуі, оның жалғыз емес екенін білдіруі, кітапқа жеткізуі, ол оқып өзінің жалғыз емес екенін сезінуі деген сияқты мәселелерді алдыға қоятын шығар деп ойлаймын. Адамның өзінің ішкі әлеміне үңілу. Әлеміне. Және өзін тану. Жан дүниесіне үңілу. Одан кейін өзің секілді басқа адамдардың көзқарасы өмірге сен секілді қалыптасуы деген мәселелер. Жалпы біздің әдебиеттегі қазіргі жастардың аяқ алысы қалай сенің бағалауыңда? Жақсы, жақсылары бар, нашарлары бар. Әртүрлі бағытта қалам тербеп жүргендері бар. Бірақ енді бәріне тән кемшіліктер де бар, артықшылықтар да бар. Басты кемшіліктерің не? Кейінгі буынның? Кейінгі буын, әсіресе бізден жасырақ буындардың бір кемшіліктері бар. Голливудский фильм көшіп жаза беретін болып кетті қазір. Кейіпкерлердің атын жайды Джон деп қоя берсін ғой. Бірақ сюжетті алу, идеяны алу деген андай бір мен үшін бір қылмыс сияқты, ұят тірлік сияқты көрінеді. Біз осы біраз уақыт бұрын Мақсат Тәжімұрат деген сыншы эссеист жазушы ағамызбен сөйлесіп отырып, бір топ жас жігіттердің жазған шығармаларын талдадық. Сонда бұл кісі бағанағы сенің айтқан сөзіңе қатысты дүниені айтты. Қазіргі әдебиет, жастардың әдебиеті әлемдік мықты, көркем, мойындалған әдеби үлгілердің қазақ қалыпқа көшірмес секілді елестейді. Осыған келісесің бе? Енді ол әдебиеттен менің енді шетелдік мәселелерден енді оққаным соншалық көп болмауы мүмкін. Менің ойымда, мысалға, кейбір әңгімелерді оқыған кезде талант ретінде көп адам танып қаламын да. Керемет. Ұлы шығарманы көрген секілді. Себебі адамзаттық ойлау деңгейіндегі дүниелерді біледі. Бірақ кейін соны Мәкеңмен отырып талдаған кезде сондай бір дүниелердің шықты. Ол бірақ енді әлемдік әдебиеттен ұрлау деген, бірақ қалай ұрлауға байланысты енді бәріміз ұрлаймыз ғой. Біреудің айжағын күн жасайсың ба, қараңғы түнде жасайсың ба дейсің. Ол енді ұрлауыңыз тікелей бір анық, талантсыз адамның ұрлағаны бірден көрініп тұрады ғой, шын айтқан кезде. Оның ұрлағанда да бір таза өзіңе келтіріп, стиліне келтіріп, ұрлайтын нәрселердің бәрін жан-жақтан жинап алып келіп, өзіңдікін қылып шығарған кезде, ол жақтан да ішінде ұрланған дүниелер болады, бірақ соған өзіңнің стилінде, өзіңнің қолтаңбаң қойып қалған. Ұрланған ба, үйренген ба? Үйренген деп айтайын, ұрланған деп айтады ғой. Оған өзіңнің қолтаңбаңды қойған кезде, ол ұрланған шынымен білінбейді. Ал жаңағыдай тікелей сылдыр су ұрлаған кезде ол бірден қалқып бетіне шығып тұрады ғой, май сияқты, суға май сияқты. Ол енді жаңағы әдебиеттен ұрлағандарын оны талқылау керек екен. Бірақ мен кинодан ұрлағандар көп қараймын. Мысалға, кино ең алғаш өмірге келгенде 30-шы жылдары, 40-шы жылдары кино жаңағы театр мен әдебиеттен ұрлай бастады ғой, материалдарды ше. Мазмұнын, мотивін, кейіпкер жасаудағы оларды сөйлейді. Сюжеттер қалады. Сосын қазір керісінше бола бастады, әлем бойынша. Адамдар, жазушылар кинодан ұрлай бастады. Ақындар кинодан ұрлай бастады, киноның кадрларын ұрлай бастады. Және онда бір жақсы ұрлайтын адамдар бар, енді бірақ үйренген адамдар деп айтайықшы. Ал бірақ жаңағыдай тікелей ұрлап, голливудтық сюжетті, содағы идеяларды, адамзаттық идеяларды келіп, бөсіп қоя салатындар болады. Сосын екінші бір мәселе бар. Біз қазір мынандай нәрсені шатастырып жүрген сияқтымыз. Көркем идеясы жоқ шығармасында. Бірақ жақсы оқиға бар да, сюжет бар. Сюжет бар. Бәлкім образда болуы мүмкін, бірақ ар шетінде көркемдігі жоқ. Кәдімгі болған оқиға, просто болған оқиға. Ар шетінде астары жоқ. Бір көркемдікке жетелемейді. Сол мынандай бір мыльная опера дейді ғой, сериал шығады. Сондай бір деңгейдегі нәрселерді біз әлі де бір көркем шығарма деп қарастыратын сияқтымыз. Өйткен себебім бір кісілермен фильм түсіретін болып қалдық. Содан ол кісілер маған бір материал алып келді. Кітап. Ол кісі жазушы емес, тіптен жазушы емес. Бірақ ол кісіні біздің әдебиетшілер оқыса, менің ойымша соған ой керемет деп айтатын сияқты. Әдебиетшілер болған әдебиетті өте жақсы танымайтындар ше. Содан ол кісінің кітабын әкеп маған берді. Анағы жаңағы режиссерлар, сценаристер анаған құлап отыр. Ой, неғылған керемет нәрсе деп ше.
Мен оқып шығам, шынымен сюжеттерде сөз жоқ, мен жоқ. Басынан өтпеген өтеді, қиындық көреді, өйтеді, сөйтеді. Соңында ешқандай мән жоқ та. Параллель астарда мағына жоқ. Мағына жүрмейді. Иә, мағына жүрмейді, көркемдік жүрмейді. Параллель жоқ, иә. Астар жоқ қой, қалыңдық жоқ астында. Сылдырсу оқиға, бірақ керемет оқиға. Бірақ біз сондай бір сериалдың әңгімесін көркем әдебиет деп санап жүрген сияқтымыз. Ондай біздің әдебиетте де көп. Және ондай әдебиетші қауымның ішінен жақсы бағасын алып кеткен әңгімелер де бар. Бізде әдебиетте қызыл сөзге құрылған, құлаққа әдемі естілетін поэзия. Иә. Содан оқып титықтап жүре алмайтын қалың қара сөзді үйіп тастаған суреттерді. Сондай әңгімелерді көркем туынды ретінде бағалау аса бір белең алып тұрған секілді. Сондай бар. Мысалға өлеңдерді көп оқимын да қазір мен. Бірақ поэзия таппайсың. Жүрегін дір еткізбейді. Поэтикасы жоқ. Поэтикалық мәселе жоқ. Иә. Прозалық мәселеде де осы проблема. Сол прозада сол поэтика жоқ болған үшін құрайды деп ойлаймын. Өйткені поэтика жоқ жерде бәрі сылдырсуға айналады ғой. Иә, өзінің астында әуез болу керек деген дүниелерді айтамыз ғой, музыкасы болу керек прозаның өзінің. Жалпылама қазіргі әдеби процестерде жазушылар нені бетке алу керек, қандай бағытта дүниелер жазылу керек. Білсем өзім жазатын едім деген сұрақ өтпейді. Сол мен де ізденушімін. Қандай жазса болады, қандай жазса болады деп. Бірақ енді маған не жазса болады деген, мен жаңағы екі романды да жазу керек болған соң жаздым. Енді екінші романды ол өзіме жақынырақ параллель. Бірінші роман ол да жайында бәрі енді өзім балам сияқты ғой, енді ол да жақын, бірақ дей тұрған мен ол жазылу керек болып жазылды. Өйткені мен жаңағы үздік сәуе сияқты әңгімелерді романға айландыратын болсам, ол ешкімге қызық емес, оны оқимайды адамдар. Оны әдеби орта оқиды, әдеби орта бағалауы мүмкін, болмаса тағы бір саран оқырман оқуы мүмкін. Бірақ оны ешкім сатып алмайды, сатып алғысы келмейді, өйткені ол оларға керек тақырып емес та. Ал махаббат тақырып деген ол белгілі бір аудиториясы бар. Адамдар соған қызық, олар әлі күнге шейін махаббат қызмозыларды оқиды, болмаса қарқынды оқиды. Оларға тағы бір продукт керек. Оларға әлі продукты керек, олардың аудиториясы көп, мен олардың бәрін қамти алған жоқпын. Вот сол үшін де соларға осындай тақырыптағы нәрсе керек екенін сезіндім мен, сосын жаздым. Сосын сол сияқты оларға да детектив роман керек, оларға фэнтези роман керек, оларға жаңағы фантастика керек. Әртүрлі бағыттағы нәрселер керек та. И жазушылар соны бетке алу керек сияқты. Сен ғана үздіксіз романыңдағы басты кейіпкер әйел адамның біресе оранып кетуі, біресе жеңіл жүріс бола алуы, яғни бір адамның басынан өткен бағанағы жағымсыз мінездердің барлығы бір адамның бойынан табылуы деген дүниелер шынайы өмірге барынша кейіпкер жақындатады образ жасауда. Осындай кейінгі жастардан да, біздің буыннан да, біздің аға буыннан да идеалды бір образдар, яғни мінсізбегіш адамдардың образдарымен қазақ әдебиеті шаршап болды. Жалпылама осы идеалды образ деген дүниеге қалай қарайсың? Енді кейде шынымен комплекс көп халыққа идеал бір кейіпкер керек, герой керек, артынан еретінші, соған ұқсағысы келетін. Балалар әдебиетіне мысалға бір қаһарман керек шынымен, олар еретін. Бірақ енді біз басқа бағытта жазамыз, балалар әдебиетін әлі жазып көрген жоқпын. Реалист жазушымын, сіз де реалист жазушысыз, енді сіз кішкене мистикаңыз бар ғой. Бірақ бізде ондай жоқ қой, сіздің де кейіпкеріңізде идеал кейіпкер жоқ. Бізде ол адамды қалай бар, ішкі натурасы. Соны барынша ашу, адамның жан дүниесін барынша, шамамыз келгенше қатпарын ашу. Ол белгілі бір қабатқа жеткен кезде дәл сондай бір кемінде 2-3 мың адам болуы мүмкін де. Олар соны оқыған кезде бір өзін көргендей болады, болмаса өзін бірегейлендіреді ғой кейіпкермен. Таниды, ой-танымды ортаға тоғыстырады. Мен үшін сол маңыздырақ шығармада. Сол үшін де менің жаңағы махаббат тақырыбындағы романдарым көбінесе жаңағыдай қаһармандардан тұра алмайды. Мен негізінде қаһарман қылып жазайын деген, бірақ қолымнан келген жоқ. Жасай алмадым. Бағанағы басты рөлдегі, параллельдегі аварияға түскен, бағана немен мотоциклмен аварияға түскен адам
Қаһарман болу керек еді ғой, солай? Қаһарман болу керек еді, ол бірақ ол да бола алмады. Осы жерде бір дүниелер бар, ене мен бағанағы алатын қыздың ортасындағы шешесімен ортасындағы қақтығыстар. Шынайы өмірдегі дүниелер. Жалпы қазіргі әдебиетте осындай дүниелерді көп кездестіре бермейміз біз. Жалпы әлем қай бағытқа кетіп бара жатыр? Әлем нені жазып жатыр қазір? Қалай ойлайсың? Енді мен әлем әдебиетін толық оқып отырмын деп айта алмаймын. Оның үстіне біз орысшаға аударылғандарын ғана оқып жатырмық қой қазір. Бірақ жаңағы поезд пуля деген бір Жапонның жазушы шықты. Сондай роман жазған, хоррор жазған. Поездың ішінде жаңағы зомбилар бола ма, сондай бір теңкесі бар короче. Енді сол қазір тиражы көп роман екен. Ол да бірақ енді сол киноға икемделіп жазылған, сосын Зулейха открывает глаза деген бар ғой. Зулейханың көзі ашу. Ол да киношный стильде жазылған нәрсе. Кино сценарий сияқты жазылған. Оны жаңағы орыстың әдебиетшілері солай сынайды, ол көркем әдебиет емес деп. Енді әдебиет нақты қай жаққа бара жатқанын мен анық білмеймін, бірақ бұрынғы Хемингуэй, Фолкнер, Сартр, Камюлардың деңгейі меніңше жоқ сияқты. Әлде мысалға Американың современный мойындалған 9 жазушының орысшаға аударылған әңгімелер жинағы бар, антологиясы. Оқып шықтым. Ондай жазушылар біздің қазақ әдебиетінде мынадан толып жатыр. Современный қазір Нобель алып жатқандарды оқысаң, баяғы көркем шығарманы оқығандай болмайсың. Сол Камюлардың деңгейіне меніңше әлі жететін адамдар жетіп қайтқан сияқты. Біз шынымен әдебиет қолданып бара жатыр ма әлем бойынша? Памуктар мысалға, Хемингуэй. Памукты шын айтсам несін ғана оқыдым. Сезім музейінің бір жартысына келген кезде шаршап кеттім. Қоя бер дедім. Керемет болсаң керемет шығарсың, бірақ мынандай бір әңгімені шірет етпей қойма. Бірақ енді ол жаңағы түсінеді ғой, машығы әбден меңгеріп алған жігіт екенше, жындығыла ойнайды, бүйтіп айтым қызық емес па. Маған енді өзімнің бағытым бойынша, маған жаңағы Камю мен Сартр жақынырақ ше. Саған психология, ішкі психологизм мәселесі жақын шығарсың. Сол жаңағы модернист жазушылар жақынырақ маған. Курт Воннегут деген жазушы бар. Кейін мен кімді оқыдым? Исигуроны. Остаток дня деген. Вот сол нағыз жазушы. Ол да Нобель алды. Исигуроның жаңағы ағылшын лорд туралы жазғанын оқыдым. Анау сұнық сурет дейді. Керемет. Әкімнің Мисимо деген жазушының Алтын ғибадатхана деген шығармасы бар. Бала кезінен дінге бауыл дейді. Сонан енді ана санасында бағана ғибадатхана бір құдайдың рөлінде. Бірақ ең соңында сонда өртеп жібереді. Шынайы енді бүкіл ішкі психологиясын, бағанағы сезімін, бір енді кішкене мүгедектеу адам енді. Рухани мүгедек адам. Сол дүниені қарап, бүкіл Жапонның тарихы, танымы түгел көз алдыңнан өтеді. Бізде де енді сондай шығармалар жазылса деп ойлайсың. Біздің қазақ хандығы құрылғаннан бастап Қожа Ахмет Яссауи кесенесі тұрды. Сол кесенесінің айналасынан романдар жазуға болады. Иә. Сосын Курт Воннегут деген бір қызық жазушы тауып алдым осы. 2 жыл бар ма, 3 жыл бұрын ба? Матер тьмы деген романы бар. Черный юмормен жазады. Соғыс кезінде, екінші соғыс кезінде Гитлердің қасында бір жазушы диктор, қазіргі Россияда Соловьев сияқты ғой. Сондай жұмыс істейді. Еврейлерді қырайық, бүйтейік, сөйтейік деп пропаганда жасаған ғой, блин. Еще жазушы ол. Көп көрім жазушы. Сөйткен кезде жаңағы Американың спецслужбасы вербовать етеді да, бұны айтады ғой, сен Гитлерге адал қызмет етесің өмір бақи. Сен соған қаншалықты адал болсаң, сен соған соншалықты жақын боласың. Соншалықты жақын болсаң, ең керекті бізге ақпараттар беріп отырасың. Бірақ ол шын мәнісінде ол жаңағы еврейлерді жек көрмейді өмірінде. Бірақ енді сол жаңағы тапсырма сондай. Соған қызмет етеді де, сол еврейлердің бәрін жамандап, ең соңында жаңағы соғыста жеңіледі ғой енді. Германия жеңіліп, бұлардың бәрін бір-бірлеп соттайды ғой. Сол кездегі ананың сотта тұрып айтқан әңгімесі де маған просто тапсырма сондай. Мен сондай болуым керек болдым, бірақ мен өйтіп жақсы көрмеймін дейді де. Еврейлерді жек көрмеймін деп кейін. Бірақ оны ешкім түсіндіре алмайды. Ана басындағы вербовать еткен кісі жоқ болып кеткен ғой. Таппайды оны. Атын жөнін айтпаған. Анау куәгер жоқ ешқандай. Сондай бір қызық нәрсесі бар да, сол жерде бір қызық ситуация бар. Біздің Назарбаев дәуірінде билікті мақтап, енді қазір даттап жатқандарының көңіл күйі соның бәрі бар дейсің. Соның бәрі бар.
тура қазір болашақтағы Ресейде болатын оқиға. Қоғамның екіге бөліп бір-бірін жек көріп кетеді, сол жақта көрсетеді. Сен жаңағы фашистерді қолдағансың, сен қолданбағансың, сен қолдаған кезде біз жеңетін едік, сен қолдағанның кесірінен біз жеңіліп отырдық деп. Қоғамның екіге бөліп бір-бірін айыптап, қоғам ішінен іріп жүріп кетеді ғой. Сондай көріністерін қатты сұмдық берген. Сосын жаңағы еврейлердің жаңағы Освенцимға кіргізеді ғой. Сол кезде мынандай жүйе ойлап тапқан ғой. Еврейлер өзінің қасындағы адамын өзі сүйреп апарады да отқа тығады. Бірақ келесі өзі екен біледі. Еще сол кезде ән айтып апарады. Жауыздықтың түрін қалай керемет бергендерінде еще сол кезде мынандай сұрақ қояды да, сонда немістер жауыз ба? Жоқ, соны орындап отырып, әндетіп апарған солар жауыз ба деп ше. Еще олар өздері сұранып барады екен, мен апарайыншы деп отқа. Сонда бір қызық дүниелер бар ішінде. Бірақ анауың баяндау стилі өте керемет. Енді бірақ олардың да деңгейі дей тұрғанмен, менің ойымша Камю мен Сартрға жетпейді. Камюға ғашық екенсің ғой. Енді екеуісі маған мындай адам жанына бір қатты тебеді. Сартрдың «Стена» деген әңгімесі бар. Кішігірім ғана. Сода адам түрмеде күтіп жатып, как раз біздің қайтарда оқиға ұқсайды өзі. Түрмеде өлім жазасын күтіп отырып, өліммен бетпе-бет келеді ғой адам, өлімді өзіне өлшеп көреді. Сол кездегі страхты, қорқыныш, үрейді, өлімнің алдындағы. Соны дәрменсіз деген сұмдық сурет дейді анау. Айтпаса шығарманың қалған бөлігінде онша бір күшті нәрсе жоқ негізі. Бірақ сол атмосфераны өте сұмдық береді, шеберлікпен береді. Қазіргі біздің әдебиетіміздің басты кедергі проблемалары не деп ойлайсыңыз жалпы? Енді әлемде қаншама жақсы дүниелерді айтып отырмыз да, мынандай шығармалар бар. Бізде жоқ. Неге бар болса да оқылмайды. Енді бізде күшті әңгімеші жазушылар бар ғой, әлі көз тірі әңгімен басы аяғы бар, ортасы бар, жақсылап әңгімелеп бере алады, образ шығарып бере алады, және оны қалай сөйлету керек екенін біледі. Бірақ бізде бір академиялық деңгей жетіспейтін сияқты. Иә. Өйткені мынау жаңағы Камю, Сартрлардың бір қаяқтан шықты, бұлардың бәрі жаңағы вообще өнерде модернизм төңкеріс пайда болған кезде шығып отыр да. Бұлар жаңағы мен айта беретін Фрейд кітабын шығарады. Сол негізін қалайды ғой былай. Содан бастап бұлар өріп шығады. Фрейдтегі шындықтарды көреді. Содан арғай жалғастырып әлі беріп алып кетеді. Сосын бұлар жаңағы Ницше, кім еді анау? Жалпы философтар мен ғалымдарға көбірек негіз сала тұрып, солардың дәлелденген дүниелері арқылы солардың аяғын қойып, содан бастап арғай көркем дүние жасайды. Кім Сальвадор Далидің жаңағы суреттері ол да бекерден бекер шыққан жоқ та, ол жаңағы Фрейдтің «Толкование снов», «Түс жору» деген кітабы шығады. Содан кейін бастап ол оған шейін түс деген түлкінің боғы деген сияқты примерно сондай таным болған адамдарда. Ол түстің ондай бір мән бермейтіндей емес нәрсе екенін түсіндіреді. Ол аса бір маңызды адамның санасының жасап берген дүниесі, ығыстырылған бейнелер, репрессияға ұшыраған ойлар деген сияқты. Соны кейіннен өнерге Бунюэль киноға алып келеді, Дали сурет өнеріне, көркем суретке алып келеді. Сондай бір жаңалықтар болады. Бірақ енді оның бәрінің алдында бәрібір Фрейд болмаған күннің өзінде Достоевский бәрін таратып берді ғой. Сондай нәрселер бізге бәлкім керек шығар деп ойлаймын. Одан бері Фрейдтан бері қарай олар бірнеше рет жаңарып кетті ғой. Ол жаңағы психоанализ болсын, философияда болсын, әртүрлі неше түрлі көзқарастар бар. Солардың бәрін бәлкім ең құрмағанда біліп, соларға сілтеме жасай отырып жазу керек шығар деп ойлаймын кейде. Олардан да үйрену керек. Өйткені жаңа Ноланның фильмі бар ғой, «Интерстеллар». Мен «Интерстелларды» оқымай тұрып, Хокингтің жердің қалай пайда болғанынан басталатын. Сөйтсем, Нолан оказывается Хокингке сілтеме жасап тұр екен. Ол Хокингке сүйене отырып ана фильм жасап шыққан. Біздің енді қазақ әдебиетіндегі ең шоқтығы биік роман деңгейіне көтерілген бағана өзің айтқан Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақ тілегі» ғой, ол Жүкеңнің өзі әлем әдебиетіндегі бұл романдарды оқыған негізгі дүниені сол жақтан үйренген, солай емес пе? Маған мынандай Шахимадан Құсайынов деген ұстазым бар өнер академиясында. Сол кісі бір қызық нәрсе айтты. Ақбілек жаңағы шешесі қайтыс болғаннан кейін офицерден келеді ғой. Келгеннен кейін әкесі екінші әйел алады ғой, өрікті. Сол кезде әкесі жататын киіз бар ғой, соған жапсарлас жерге барып Ақбілек жатады, екінші киіз үйге.
Бұл Фрейдтің Эдип комплексы бар ғой, жаңағы электра комплекс. Қыздарда электра, ұлдарда Эдип комплекс. Соның айқын көрінісі дейді да, Шахимеден ұқсаймын. Сол кезде мен таң қалдым шынымен. Жаңағы қыз баланың әкеге деген махаббаты бар ғой. Енді ол Фрейд сексуал түрде айтады, бір қыздар басқаша түсінеді дейді тұрған еді, бірақ әкесінің қызғануы деп айтайықшы. Соны анық көрсеткен. Былай қарасаңыз бір қарапайым ғана бір-екі сөйлеммен ғана суреттеп кеткен. Иә. Бірақ ол жерде сол формула жатыр. Электро комплекстің формуласы. Бұл бір қызық дүниелер бар әдебиетте. Азаматтық ойлардың, адамзаттық ойлардың ауысып жүруі деген дүние. Яғни Фрейдтің ойлаған дүниесін кімнің де ойлауы мүмкін. Ол меніңше Фрейдті оқыған сияқты. Ол оқуы мүмкін. Өйткені оның қасында жаңа Әлихан Бөкейхан бар, Ахмет Байтұрсынов бар, олардың бәрі жаңа шет елдің бәрін, шет тілдерін жақсы білетін жігіттер. Оларда информация бар. Солардың қатарына Жүсіпбеков кіреді ғой енді. Бәлкім сол ортада жүрген кезде сол кітаппен танысуға сондай кеңес беруі мүмкін. Болмаса шынымен бір айтқан сөздерінен ұғып қалуы мүмкін деп ойлаймын. Ол таныс болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін, бірақ менің ойымша таныс болған сияқты, ол бекер жазбаған сияқты. Қазақ әдебиеті бағанағы белгілі бір әлем әдебиеттегі үлгілерді табалдырыққа аттау арқылы алдыға қадам басу керек. Иә. Одан басқа дамудың жоқ, енді біз қалыптасқан нәрселер бар ғой, әлемдегі әңгіме айту, андай всеобщий әңгіме айту. Енді прозада осы ұлттық әңгіме айту болуы мүмкін да, романдарда ше. Бірақ оның өзінің бір әлемдік танымдармен, бір әлемдік мифтармен бәрі білетін бір діни миф болсын, кез келген нәрсемен астасып жатпаса, оларға мүлдем түсініксіз ғой. Біз оларға жаңағы Қорқыттың кейінгі өмірін ғана айтсақ, бастапқы өмірін айтпасақ, оларға жаңағы мынау қаяқтан шыққан екенін түсінбей қалады ғой. Сол сияқты әлемдегі бар образдарға, бар идеяларға бір-біріне байлау керек деп ойлаймын. Мысалға, біздегі мифтік кейіпкерлер бар ғой, ертегі кейіпкерлері. Солардың бәрін жасап, бірге біріктіріп, комикс жасайтын болсақ, біз қазіргі комикстер қалай, Наруто қалай жасалады, жаңағы Человек-паук қалай жасалады, Терминатор қалай жасалады, солардың негізіне ала отырып, әлемге біз қалай ұсыну керек екенін жақсылап білу керекпіз. Сондай бір өзінің жасалған формуласы бар ғой, жаңағы пьес сценарий жазған кезде әлі күнге шейін жаңағы Шекспирский стиль жасайды ғой. Шекспирдің қалыптасқан несі бар, структурасы. Соған салады. Тура сол сияқты нәрсе болу керек деп ойлаймын. Дайын қалыпқа қазақ таныммен салу керек. Салу керек, ұсыну керек. Жалпы аға буын, ата буын әдебиеттегі өзінің міндетін атқара алды ма? Енді атқара алмады деп баға беру қиын, бірақ бәрінен күшті атқарған жаңағы алаштықтардың кезінде Майлин, Жүсіпбек, Мағжан, одан кейін Қасым, Ғабит, Әуезов, Тәкен Әлімқұл. Одан кейін жаңа 60-шы жылдары ғой. Енді 60-шы жылдары жаңағы почти шыңына барды ғой. Әбіштер, Мағауин, Дулат Исабеков, Асқар Сүлейменов, Мұқағали, Оралхан, Фариза, Жұмекен, өңкей мықты қыз-жігіттер шықты ғой. Бір лек. Сол буынның біліміне қазіргі әдебиеттегі жастардың болмаса біздің орта буынның жетпей қалуының себебі. Олар кәсіби айланысты ғой өйткені. Оларда сол кәсіппен айланысқан үшін ақша болды. Біз солай кәсіппен айланысқан үшін бізге ешкім ештеңе төленбейді ғой. Біз на свой риск. Мемлекет әдебиетке көмектесу керек пе? Сонда? Енді мемлекет көмектесу керек. Олар енді социализмнің кезінде бағанағы идеологиялық қырғауылдар ретінде. Енді олардың бәрін шығармасы социализм деп айта алмаймыз ғой. Иә, оған бағынбай кетті ғой. Адамдар туғызды, бірақ мемлекет қаржы беріп отыр. Енді ол кезде бірақ бір шетінен развлечение бір түрі ғой әдебиеттің өзі. Жаңағы көңіл көтеру, театрға бару сияқты, киноға бару сияқты, кітап оқу деген, сериал көру сияқты қазіргі тілмен айтқан кезде. Біздің сериалда әлі күнге шейін мысалы мемлекет спонсор етіп отыр ғой, мысалы бүткіл каналдарда. Енді оның біздің әдебиеттегі орнымызды сериал алып алды да, бізге әдебиет енді қандай орын табу керек? Иә, енді біз өзімізге бір жақсылап орын табу керекпіз деп ойлаймын. Енді мемлекет ең болмаса жүйесін істеп берсе, мысалға бір агенттегі орталықтар болса, чтобы автор келеді, шығармасын сатады, болмаса жаңағы шетелге қалай шығады, аудармашылар дайын, сондай бір жүйесі, кітап жүйесі. Кітаптар қалай таралады, дистрибьютор хотя бы кітаптарды автор шығарады, болмаса баспа шығарады да, келеді да бүткіл Қазақстанға таратып жатады. Бүткіл Қазақстанда әр ауданында кітап дүкендері бар.
Вот солай болса, онда ең болмаса жаңағы айына бір тамағын тауып жейтін авторлар бәлкім ақша табу мүмкін еді. Ақша тапқан жерде ғана менің ойымша кәсібилік болады деп ойлаймын. Өйткені ақша бәрімізге табу керек, сол үшін әркім әртүрлі жақта жүреді. Сосын шығармашылық уақытының энергиясының бәрін сол салаға арнап жүреді. Қазіргі жазушылардың жазғандарының ақша алмайтыны, ешқандай пайда көрмейтін жеке басына. Ол әдебиетті оқырап түрдеуге бола ма сонда? Мен Америкадан келген кісілермен сөйлестім, Англиядан келген кісілермен сөйлесіп көрдім. Аяқта да сондай екен. Аяқта да жаңағы біздік сияқты шыққанның өзіне сен қуану керексің. Жаңағы сен біздің сайт, газет сен жариялап отыр. Гонорар төлемейді дейді. Бірең сараң төлеуі мүмкін дейді, онда да жаңағы тиын тебен бір. Ары кетсе, бір кітапқа $1000 төлейді дейді Америкада, ойлаңыз. Жаңағы 1000 тираж, 2000 тиражға. Ояқтағы бір нормаль деген ақындар 2000 тиражбен таралады екен. Қазақстанда бір хотя 5000-ға барады ғой, 5000, 10.000-ға барып тұрғандар бар ғой. Академиялық ортада мойындалған деген енді попсовый емес, таза ақын дегендер 2000 тираж екен. Оған гонорар ретінде $1000 береді екен. 445 мың теңге. Ойбай соң қанша жыл жазды ана кітапты ше. Әлем бойынша біз неміз шықпаған ғой. Қазір мысалға Нью-Йорк Таймс бестселлер деген не бар ғой. Олар осыдан 10-15 жыл бұрын миллион тиражға шейін, 500 мың тиражға шейін, 300 мың тиражға шейін баратын еді. Қазір 30 мың тираж, 15 мың тираж болды. Ілеуде біреу жаңағы Мураками сияқты, Пауло Коэльо сияқты бір жұлдыз жарық жанып кеткен біреулер болмаса, қалғандардың жағдай қиын емес. қалғандар өзіміз. Ана миллиардтардың ішінде жүріп енді мойындалуы да өте қиын ғой. Біздің қазақта мысалға әдебиетте де, өнерде де, басқа салаларда да мойындалуы аса оңай ғой. Өйткені көп салада бос. Тіпті бір жақсы әңгіме шыққан кезде шулап кетеді ғой бәрі. Бүкіл Қазақстан. Сондай. Енді даму үшін солай түр барлық бағыттар қамту керек. Әлшер бағым, келеді әңгіме айтқанға рахмет. Амандықта жақсы үлкен романдар жазған күндерде жүздесек. Құрметті Адырна порталының көрермендері, сіздермен бүгін қонақта болған жазушы, драматург Әлшер Рахат бауырымыз. Сау саламатта болыңыздар. Біздің YouTube арнасындағы парақшаларымызға жазылып, лайк басып, бас бармақтарыңызды көрсетіп отырыңыздар.